Есек жүк тасудан қажып, әбден жалығады. Бір күні ол түйеге келіп, мен жүк тасудан әбден жалықтым. Жоқ терімнің тамтығы қалмады. Жүр екеуміз қожамыздан қашайық та, өз қалауымызша өмір сүрейік депті. Иә, қожамыз бізді аямайды, көп жұмсайды, күтіміміз нашар. Ал қалай қашамыз сонда? Деп түйе ойланып барып жауап қайырады. Қам жеме, ертең қожамыз бізге тұз артып қалаға барады. Бастапқыда біз оның айдағанына көніп тыныш жүреміз. Ал тауға шыққан соң титықтап болдырған болып жығыламыз да содан тұрмаймыз. Қожамыз бізді қарғап-сілеп таяқтың астына алады. Біз сонда да жата береміз. Ол әбден шаршап, шалдығып, басқа көлік әкелгелі үйге қайтады. Біз емін-еркін оңаша қаламыз. Тек аяғың шыдаса болғаны. Қайда қашсаң да еркің өзіңде дейді. Түйе көңілденіп, сенің мұның табылған ақыл, тап солай істейміз дейді. Олар таңды күтеді. Қожайын ерте тұрып, есек пен түйеге қаптаулы тұз артып қалаға бет алады. Олар жарым жолға дейін жақсы жүреді. Түйе алда, есек артында, соңында қолында таяғы бар қожайын келе жатады. Түйе мен есек тауға шығысымен әбден болдырған болып жығылады да тұрмай жатып алады. Ой оңбаған жалқаулар, жатып шер арамтамақтар, таяқ жемейін десеңдер, тез тұрыңдар деп балағаттайды қожайын. Олар қожайынның сөзін құлақтарына ілмей, естімеген болып жата береді. Қожайыны ызаға булығып таяқтың астын алады. Түйені ол 39 рет таяқтайды, бірақ ол былқ етер емес. 40-шы таяқты сілтегенде түйе боздап орнынан тұрады. Солай ма? Саған да осы керек еді дейді де, қожайыны есекті таяқтауға кіріседі. Ол есекке 40 таяқ сілтейді. Есек былқ етер емес. 60 таяқ соқты. Есек қозғалар емес. Жатқан күйінде жата береді. Қожасы жағдайдың нашарға айналғанын байқайды. Есектің көп ұзамай өлетін түрі бар. Амал қанша? Ол есектің жүгін түйеге артады да жолға шығады. Өз жүгіне есектің жүгі қоса артылған түйе, қарғыс атқыр есек, сенің тіліңді аламын деп таяқ жедім. Оның үстіне 2 есе жүк көтеріп келемін деп жыламсырайды. Есек қожайыны түйені жетектеп қырдан асқанша жатады да, олардың қарасы үзілген соң қаша жөнеледі. Есек сол қашқаннан 3 күн қашады. 3 таудан және 3 алқаптан асады. Ақырында Тентек өзенінің жағасындағы кең алқапқа жетеді. Есекке тоғай алаңы ұнайды да сол жерді мекендеп қалады. Бұл тоғай айбарлы жолбарыстың меншігі екен. Бір күні жолбарыс өзінің жерін аралап көруге шығады. Аралап келе жатып есекке жолығады. Есек тоғайда емін-еркін жайылып жүр екен. Жолбарысты көрген есектің зәресі ұшады. Менің ажалым жеткен екен. Бұл мен көрмеген қандай аң болды? Деп ойлаған есек. Босқа өлгенше бұл қорқынышты жыртқышқа ерлігімді көрсетіп өлейін дейді. Ол құйрығын тік көтеріп, құлағын едірейтіп, бар даусымен ақырып қоя береді. Есекті бұрын көрмеген жолбарыстың артына бұрылып қарауға да шамасы келмей тұра қашады. Жолда оған қасқыр кездесіп, мұнша неден қорықтыңыз? Кімнен қорықтыңыз әміршім дейді. Мен бір құбыжық көрдім. Ондай қорқынышты аң дүниеде жоқ шығар. Оған құлақ орнына қанат біткен, бас дегенің қазандай, ақырған үннен жер сілкініп көк жарылады. Сабыр етіңіз дейді қасқыр. Сіздің көргеніңіз есек шығар. Ертең оны екеулеп ұстармыз. Қасқыр келесі күні арқан тауып, оның бір ұшын жолбарыстың мойнына, екіншісін өзінің мойнына байлап, екеуі тоғайға келеді. Қасқыр алда, ал жолбарыс тығыла түсіп артта келеді. Есек бұларды алыстан көріп, аузын кере ашып, бұрынғысынан да қатты ақыра бастайды. Жарқыным, сен мені мына сұмырайға жем қылғалы келе жатқаның белгілі болды деп жолбарыс бар пәрменімен жұлқына жөнелгенде қасқыр онымен бірге ілеседі. Жолбарыс демі құрып үйіне жеткенше жүгіреді. Қасқыр тілі сәлақтап құлап түседі. Сол кезде оларға сауысқан шық келіпті.
Ол шықылықтап жолбарыстан болған оқиғаның мән-жайын түгел сұрайды. Мен тоғайға барып, оның қандай мақұлық екенін білейін. Содан кейін бәрін сізге баяндаймын дейді. Сауысқан тоғайға ұшып кетеді. Есек оны алыстан көреді де, аяқтарын сірейтіп өлген болып жата қалады. Сауысқан есектің үстіне қонады да әрі-бері жорғалап, жолбарысқа керемет жыртқышты өзім өлтірдім деп айтудың сылтауын іздей бастайды. Осы кезде жерде жатқан бидайдың бір түйір дәнін көріп, оны шұқығалы тұмсығын соза бергенде сүрініп кетіп, басы есектің тірсегіне ілінеді. Есек сауысқанды тірсегімен қысып, құйрығымен сабалай бастайды. Сабалап, түте-түтесін шығарады. Дәрмені кеткен сауысқанды теуіп жібергенде, ол анада жерге ұшып түседі. Осылай сауысқан әхіліп-үхіліп, бір жамбастап ұшып, кері қайтыпты. Ол жолбарысқа алыстан айқайлап, «Жаның барда бұл тоғайдан кет, ана мақұлық мені жарым-жаң етті. Менің күнім саған да туып жүрмесін» дейді. Мұны естіген жолбарыстың зәресі қалмайды. Ол кәкір-шүкір заттарын жинап, арқалап, алды-артына қарамай, алыс бір елге қарай тартып отырыпты.